Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Әлішер Қамалханұлы, тарих ғылымдарының магистрі, ұбт сарапшысы. Бүгін бізде дүниежүзі тарих пәні бойынша ұлттық тестілеу орталығының сайтынан кезекті байқау сынағын тапсырып көретін боламыз. Әрбір дистрактормен жұмыс жасау, элиминация әдісімен тестті талдауды көрсететін боламын. Алғашқы сұрақ: Қытайда тұңғыш рет орталықтанған мемлекет қалыптасқан кезең? Бұның жауабы ежелгі дәуірдегі Цинь империясы кезеңі болады. Біздің заманымыздан бұрынғы 246 жылы 13 жасар Инчжэн деген адам Цинь князьдігінде патшалық тағына келеді. Және біздің заманымыздан бұрынғы 221 жылы бір орталықтандырылған Цинь империясының негізін қалайды. Бұл дұрыс жауабы. Енді қалған жауаптармен де біз жұмыс жасауымыз керек. Себебі бұл сұрақтың жауабының дұрыстығына көз жеткізуіміз керек. Мысалы, Ся династиясы ол мифтік династия болады. Одан кейін қалыптасқан біздің заманымыздан бұрынғы 16-шы және де 11-ші ғасырларда өмір сүрген мынау Ин династиясы. Немесе оны Шанин династиясы деп атайды. Одан кейінгі осы Цинь империясы. Одан кейін Хан империясы. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 3-ші ғасыр аралығын қамтиды. Ал Суй династиясымен кейбір оқушылар шатастырып алуы мүмкін, себебі бұл Қытай тарихындағы ерте орта ғасырлық алғашқы феодалдық мемлекет. Яғни 581 жылдан 616 жылға дейін мынау Суй династиясы өмір сүрген. Жалпы олар жатқа білу керек. Суй династиясы 581-616 жылдар, Тан династиясы 618-907 жылдар, одан кейін Сун династиясы 960-1279 жылдар, 1279 жылдан 1368-ге дейін ол бізде Юань династиясы болады. 1368-ден 1644-ге дейін Мин династиясы, және 1644 жылдан 1912-ге дейін ол Цинь династиясы болады. Дұрыс жауап Д нұсқасы. Келесі сұрақ: Орта ғасырларда рыцарьлардан бір саты жоғары болған әлеуметтік топты анықтаңыз. Енді орта ғасырларда батыс Еуропада феодалдық саты болды. Оның жоғарғы бөлігінде король орналасады. Одан кейін граф пен герцог жүздеген елді мекенді басқаратын. Одан кейін 20-30 елді мекенді басқаратын барон мен виконт. Одан кейін рыцарь. Яғни рыцарьлардан бір саты жоғары тұрған бұл барондар мен виконттар болады. Және барондар осы рыцарьлардың мырзасы болып келеді. Рыцарьлар әрине олар бізде соғыспен айналысқан, негізгі кәсібі соғыс болған. Олардың арнайы кодексі болған, сұлу әйелге табынған деген сияқты. Ал шаруалар мүлдем олар дұрыс жауап болмайды. Сол себепті қандай жауаптар қате болады? Міне, феодалдық сатыға жатпайтын серфтер, бұлар Франциядағы басыбайлы шаруалар. Олар дұрыс емес. Одан кейін мына жердегі епископтер, бұлар енді дін қызметкерлері, дін басыларды айтады. Ал вилландар деген бұл Англиядағы ерікті шаруалар. Және бұл серфтер, вилландар ол кезде оброк деп аталатын заттай алым-салықты және барщина деп аталатын еңбекпен өтеуді феодалдық міндеткерлік ретінде феодалдың алдында өткерген болатын. А жауабы дұрыс болады. Келесі: 1547 жылы орыс мемлекетінде патша тағына отырған кім? Енді бұның жауабы айқын дұрыс, сол бізде 4-ші Иван болады. Негізі 4-ші Иван 1533 жылы билікке келген. Енді кішкентай болды ғой жасы. Неше жаста екен, мына комментарияға ютубтан көріп отырғандар жазып жіберіңіздер. Елена Глинская деген анасы басқарады, 47 жылы өзі билікті алады. 4-ші Иван Грозный опричнина саясатын жүргізген және тұрақты әскер құрған болатын. 1584 жылы ол кісі биліктен кетті. Осы опричнина саясатын өмірінің соңғы кезеңде 1572 жылы тыйым салып тоқтатқан еді. Бұл 4-ші Иван, немесе оны Иван Грозный деп атаймыз. Ал 1-ші Петр ол патша да және император да болған адам. 1682 жылдан 1725 жылға дейін басқарады. Және 1721 жылы бұл кісі
император лауазымын алған болатын. Ана солтүстік соғыста шведтерді жеңді ғой, Ништадт келісім шартына сәйкес. Ал бірінші Михаил ол Романовтар әулетінің негізін қалаған, 1613 жылдан 1645 жылдар аралығында билік жүргізген. Ал Василий екінші ол мектеп бағдарламасының аясынан тыс қойылған дистрактор болады. Айтпақшы, бір ескерту айта кетейін, ұбт сұрақтарында, яғни қате жауаптар, олар мектеп бағдарламасынан тыс жерден де алына береді. Сол себепті оны апелляцияға берудің қажеті жоқ, олар бізде қате жауаптар, оған қатты көңіл бөлмейсіздер. Келесі сұрақ. 17 ғасырда Миссисипи өзенінің су бассейндерін өз иеліктері деп жариялап, бұл аумақты Луизиана деп атаған, бұл әрине француздар болады. Бұл Америка құрама штаттарының солтүстігі, яғни Америка құрлығының солтүстігінде орналасқан. Луизиана 1801 жылы Францияға қайтарылады. Кейін 1803 жылы Франциядан, яғни Наполеоннан Томас Джефферсон осыны сатып алады. Енді мынау комментарияда тікелей эфирде көріп отырған оқушылар неше жаңағы доллар екенін жазып жіберіңіздер. Луизиананың құны. Португалдықтар деген қате жауап болады. Португалдықтар ол жаңағы Бразилияны ашқан 1500 жылы Педро Кабрал, немесе 1498 жылы Васко де Гама мысалы Үндістанды ашқан болатын португалдықтардан. Ал германдықтар ол да қате жауап болады. Бұлардың отарлары бізде 1884-85 жылдары мынау Германия территориясындағы Того, Камерун аймақтары болатын. Шығыс Африка, оңтүстік батыс Африка деген сияқты. Немесе Шаньдун түбегі Циндао қаласымен бірге. Ал ағылшындардың алғашқы отарлары әрине ол бізде жаңағы Үндістан территориясында қалыптасты. Одан кейін солтүстік Америкада, мысалы Вирджиния 1607 жыл Елизаветтаның құрметіне берілген. Ал бұл сұрақтың жауабы француздар болады. Келесі. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісінің маңызды алғы шарттарының бірі, бұның жауабы бізде ағылшын буржуазиялық революциясы болады. Ағылшын буржуазиялық революциясы және теңіз жолдарына жақын орналасуы, географиялық тұрғыдан қолайлы орналасуы, бұл өнеркәсіп төңкерісінің маңызды алғы шарттарының бірі болады. Және өнеркәсіп төңкерісінің тағы бір алғы шарты ол аграрлық төңкеріс, яғни аграрлық революция. Өнеркәсіп төңкерісін 1830 жылы Адольф Бланки деген адам осы терминді енгізген. Онда білу керек. Енді дистрактор керісінше жазылып тұр. В дистракторы керісінше шексіз абсолюттік билік бұл кезде жоқ. 18 ғасырда ол кезде конституциялық монархия орнаған. 1689 жылғы құқықтар туралы билл деген құжатқа сәйкес. Жер телімдердің ауыл шаруашылығына таратылуы дегенде қате жауап болады. Келесі. 1860 жылы ақш құрамынан бөлініп кеткен штат. Бұның жауабы бізде оңтүстік Каролина болады. Ал мынау Орегон штаты, Техас штаттары, бұлар 1846-48 жылдардағы ақш Америка соғысының нәтижесінде қосылған аймақтар болып есептеледі. Бұларды да білу қажет. Ал Луизиана ол француздардан сатып алынған жер. 1803 жылы Наполеоннан сатып алған еді. Сонымен дұрыс жауабы оңтүстік Каролина болады. Бұл кейін 1861-65-тегі азамат соғысында жаңағы тартысты болған аймақтардың бірі. 1826 жылы Янычар әскерін таратқан сұлтан. Айтпақшы, бұның жауабы екінші Махмұд болады. Бір нәрсені айта кетейін. Кітаптың мұқабасында оқу керек. Мысалы, үшінші Селим. Ол да Янычарлар корпусын таратпақшы болады, бірақ ол өзі сол Янычарлар бүлігінен кейін қаза табады. Ал осы Селимнің баласы Махмұд сол Янычарлар корпусын таратады. Еуропалық үлгіде әскер құрған. Бұл екінші Махмұдтың Мұстафа Решид деген пашасы болады. Және ол танзимат реформаларын бастаған еді. 1839 жылдан 1876 жылдар аралығында танзимат реформасы болады. Екі кезеңмен жүзеге асты. 1853-56 жылдардағы Қырым соғысы соның арасында болған еді. Ал екінші Абдулхамид ол 1876 жылы билікке келген. Бұл жаңағы орыс-түрік соғысын пайдаланып 77-78 жылдардағы
конституцияны жойып, парламентті таратып, жеке билігін күшейткен болатын. 1894 жылы жаңағы армяндардың бастаған көтерілісін әскери күшпен басып жаншыған еді. Ал айтпақшы оның конституциясы бар қабылдаған 1876 жылғы Осман империясының жаңа мемлекеттік тілі ретінде түрік тілін және мемлекеттік дін ретінде ислам дінін енгізген. Бірінші Сүлеймен 1520 жылдан 1566 жылға дейін 46 жыл билік жүргізген, 21 уәлаятқа бөлген. Ал бірінші Махмұд, ол енді бізде қате жауап болады. Бірінші Мұрат десе болар еді, бірақ мектеп бағдарламасында бірінші Махмұд жоқ. Келесі сұрақ. 19 ғасырдың соңында Италия экономикасының артта қалуына жатпайтын себеп. Енді бұл бізде елде революцияның басталуы болады. Себебі алғандары дұрыс жауап. Бізде жататын дәйек, жатпайтын дәйек, қате дәйек, дұрыс дәйек, хронологиялық ретілігімен орналастырыңыз деген сияқты тест тапсырмалар келеді, олардың бәрін білу керек. Итальян тауарлары бәсекелестікке қабілетсіз болды, әсіресе анау ағылшын тауарлары, француз тауарлары, сосын отандық өнімге негізделген неміс тауарларының алдында ол қабілетсіз болды. Және өнеркәсіп буржуазиясы өте аз болды шынымен де, және ірі жер иеленумен шаруалардың аз жер үлесі болды. Сол себепті елде революция деген қате болады. Бұларда революция болған 1848-49 жылдары Италияда әр түрлі аймақтарда республикалар құрылған болатын. Италия себебі 1861 жылы ғана біріккен болатын. Екінші Виктор Эммануэль мен Камило Бенсе Кавур деген адамдар билік басына келді. Келесі. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанын бекіткен келісім шарт. Бұның жауабы бізде Кампен бітімі болады. 1918 жылы 11 қарашада бірінші дүниежүзілік соғыс Фердинанд Фош деген француз қолбасшысының вагонында аяқталған болатын. Ол Кампен орманында Кампен бітімі орын алды. Бірден Жанна д'Арк еске түседі сіздерге. Кампен орманында тұтқынға түскен. Және де Мұстафа Шоқай еске түсу керек. Оның себебін ютубта көріп отырғандар комментарияға жазып жіберіңіздер. Мудрус келісім шарты ол бізде Түркиямен жасалған келісім шарт болады. Және Лазана келісім шарты да 1922-23 жылдардағы бұл Түркия Республикасының тәуелсіздігін мойындаған. Ал Базель келісім шарты бұл 1795 жылы Франция-Пруссия соғысын аяқтады және Рейн өзенінің сол жағалауы Францияға берілген болатын. Келесі. Анадолудағы түрік халқының азаттық қозғалысын басқарған кім? Әрине оның жауабы бізде Мұстафа Кемаль болады. 1918 жылдан 1923 жылдар аралығында мына Осман империясына қарсы үлкен революция орын алды. Сонымен 1923 жылы 29 қазанда Түркия Республикасы құрылды. Соның алғашқы президенті осы Мұстафа Кемаль Ататүрк болды. Және жаңағы сұлтандық билік жойылды, халифат жойылды. Сонымен Осман империясы келмеске кетті. Астана ауысты, халықтық республикалық партия пайда болды. Оның бәрін біз яғни білеміз. Ал Намық Кемаль деген ол 1865 жылы жаңа Османдар деп аталатын жасырын ұйымды құрған. Кемаль Баяр дегеніміз ол 1950-60 жылдары президент болған тұлға. Аднан Мендерес премьер-министр болғанда. Ал Тұрғыт Өзәл болса бұл Отан партиясының төрағасы болған. Жаңағы 20 ғасырдың 80 жылдары Түркия билігінде болған қайраткер. Келесі. 1941 жылы Жапон үкіметінің басшылығына келген бұл Тодзе болады. Жалпы мына үш тұлғаны білу керек. Генерал Тодзе ол 41 жылы билікке келген. Танака 1927 жылы келген, 29-ға дейін отырған. Танака меморандумы деген бар, оны да білу керек. Каноэ болатын болса 1937 жылда билікке келген болатын. Ал Жэхэ деген ол адамның аты емес, бұл провинция Қытайда орналасқан. Сол жерге Жапон әскері жеткен екен. Бұны да білу қажет. Келесі. Экономика саласындағы жұмыспен қамту, пайыз және ақшаның жалпы теориясы еңбегінің авторы бұл Джон Мейнард Кейнс болады. Кейнсшілдік теория деген бар, макроэкономикалық теория.
Бұны білу керек. 1933-1941 жылдары Франклин Делано Рузвельт жаңа бағыт саясатын осы кейнсшілдік теорияға негіздеп жүргізген еді. Ал енді қалғандарын алып тастайық. Людвиг Эрхард деген бұл ГФР-дің Герман Федеративті Республикасының қаржы министрі болған адам. Осы Германияның экономикалық ғажайыбына қол жеткізу кезінде қаржы министрі болды. Ал ол кезде Конрад Аденауэр канцлер болған 1949-63 жылдары. Чарльз Дауэс деген бұл 1924 жылы Германия экономикасын қайта қалпына келтіру бірінші дүниежүзілік соғысқа байланысты Дауэс жоспарын ұсынған қайраткер. Одан кейінгі Юнг жоспары бұл бізде 1929 жылы қабылданған. Бұл Юнг жоспарын ұсынған тұлға болады. Ол ақш-тың саясаткері. Юнг жоспары бұл репарациялық мәселелер түбегейлі шешкен болатын. Келесі сұрақ. 1930 жылдары КСРО-да социалистік жүйені қалыптастырған кім? Әрине, оның жауабы бізде Сталин болады. Себебі 1924 жылы Ленин қайтыс болып кеткен. Элиминация әдісі деген осы, яғни қалған жауаптармен жұмыс жасау. Хрущев ол 1953 жылдан 64 жылға дейін болған. Ал Брежнев болатын болса, ол 64 жылдан 82 жылға дейін КСРО-ның тоқырау кезеңін басқарған. Айтпақшы, Сталиннің кезеңін тоталитарлық кезең дейміз біз, қуғын сүргінді ұйымдастырды. Ал Хрущевтікі жылымық кезеңі болады, 50-60 жылдардың арасы. Ал 60-80 жылдардың арасы бұл Брежневтің тоқырау кезеңі деп аталады. Келесі. Шығыстағы тіршілік аймағына қарсы Гитлер құрған соғыс жоспары бағытталды. Бұл әрине бізде КСРО-ға қарсы болады. Өйткені Англия мен ақш батыс жақта орналасқан, ал Жапония оның одақтасы. 1940 жылы 27 қыркүйекте үштік пактіге қол қойып тастаған. КСРО-ға қарсы бағытталды. 1940 жылы 18 желтоқсанда Барбаросса деп аталатын жоспар қабылданды. Сол жоспарға сәйкес КСРО-ны тез арада жаулап алмақшы болды. Және 1941 жылы 22 маусымда сол КСРО-ға қарсы жорыққа шықты. Келесі. 1937 жылы Пекинді басып алып, орталық провинцияларына шабуыл жасаған мемлекет, әрине ол қисынға келетін тек Жапония ғана болады. Қалғандарын алып тастайық. Испания ол кезде біреуге соғыс жариялайтын жағдайда емес. Өйткені 1936 жылдан 39 жылға дейін Испания территориясында азамат соғысы болып жатыр. Олар жаңағы франкистерге және республикалық билікке бөлініп алып, бір-бірімен соғысып жатыр. Кейін 1939-дан 75-ке дейін Франциско Франконың диктатурасы, фашистік мемлекет орнады. Ал Германия ол кезде ақырын Австрияны қосып алу дайындықтарын бастаған уақыты. Ал Италия болатын болса, 35-36 жылдары Эфиопияны жаулап алып, кезекті соғыстарға дайындалып жатқан кезі болады. Дұрыс жауабы Жапония болады. Айтпақшы, осы соғыс кезінде ақш жаңағы оқшауланып отырған саясатынан бас тартты. Келесі 1942 жылы неміс әскерлерінің шығыс майдандағы шабуыл кезінде бұзған кеңестік қорғаныстар бұл Курск мен Харьков болады. Қазіргі Украина территориясындағы екі ірі қала. Курск және де Харьков. Енді Курск мынау Ресей жағында қалды, Харьков Украина жағында. Ленинград майданы 900 күн қоршауда болған. Ол да бір үлкен соғыс алаңы болды. Одан кейін Сталинград түбінде түбегейлі бетбұрыс жаңағы басталды. Ақырын. Курск доғасы деген бар, ұбт сұрақтарында кездеседі. Бұларды білу қажет. Кеттік ары қарай. Келесі. 1965 жылы оңтүстік Корея мен Жапония арасында қол қойылған келісім негізі. Бұның жауабы екі ел арасындағы қатынастарды ретке келтіру болады. Үшінші әлем құру деген қате. Ол үшінші әлем деген өзі дамымай қалған, артта қалған мемлекеттерді айтады. Мысалы, Сингапур үшінші әлемнен бірінші әлемге ауысқан. Малайзияда дәл сондай. Ал 38-ші шекара сызығын құру туралы бұл 1954 жылғы оңтүстік Корея мен солтүстік Кореяның арасында осылай бөліністі жүзеге асырған Женева келісім шарты болады.
Ал оңтүстік кореяның ақш құзыретіне өтуі деген бұл соғыстың кезінде болған, соғыстың жаңағы 1945 жылда осы ақш оңтүстік кореяны өз қарамағына алған. Осындай оқиға болды. Бірақ кейін о жақтан шыққан кезде 50-53 жылдары Корей соғысы болды. Так, бұны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. 1966 жылы Біріккен ұлттар ұйымы қабылдаған маңызды шешімдердің бірі бұл экологиялық апаттардың алдын алу болады. Мәдениет саласындағы ұлттық бірегейлікті сақтау деген ол ЮНЕСКО-ға байланысты. Тұрғын үй қажеттіліктерін қанағаттандыру мысалы Хрущев жақсы жасаған. Экономикалық тұрақты өсуін қадағалау деген енді бұл халықаралық валюта қоры немесе халықаралық қайта құру және даму банкінің құзыретіндегі шаруалар болады. Келесі сұрақ. 2004 жылы Еуроодақ құрамына қосылған мемлекеттер. Енді бұл апелляциялық сұрақ негізі. Сіздер бұны апелляцияға қалай бересіздер? Мен неге апелляция екенін сіздер жаза кетіңіздер мына комментарияда, ютубта. Енді мен түсіндірейін. Апелляция берген кезде міндетті түрде сіз сенімді немесе жуықтаған ответті белгілейсіз. Мысалы, біз бұны қазір дәлелдейміз. Неге екенін? Мысалы, мынау Австрия, Швеция, Финляндия деген бұл 95 жылы Еуроодаққа экономикалық қауымдастыққа қосылған елдер. Бұл 95 жыл. 1995-те Австрия, Швеция, Финляндия қосылған. Ал 1973 жылдары Ирландия, Дания және Ұлыбритания қосылған. Ал Грекия 81 жылы, Испания мен Португалия 86 жылдары Еуроодаққа қосылған. Бұлардың бәрін жатқа білу керек. Ал мынау дұрыс емес жауап негізі, бұл жерде дұрыс жауап жоқ. Бірақ жуықтап біз Болгария, Румыния, Хорватияны белгілейміз. Өйткені бұлар 2000 жылдары қосылған болатын. Келесі. Арғары кеттік. 1960 жылдардың ортасында билікке Брежневтің келуі және 80 жылдардың басында қайта құрудың басталу кезең арасындағы кезең, бұның жауабы бізде тоқырау деп аталады. Яғни Брежневтің билікке келгеннен басталатын уақыт тоқырау кезеңі. Қалғандарын алып тастайық. Қайта құру дегеніміз перестройка деген бұл мына Горбачевтың кезеңі 1985-тен 91-ге дейін. Жылымық болатын болса, ол 53-тен 64-ге дейін Хрущевтың кезеңі. Ал жаңару деген, мысалы, жаңару, қайта құру, реформация сөздерінің мағынасы да болып келеді. Онда ұмытпаймыз. Яғни мынау дистракторлар құрастырылған кезде, тест құрастырған кезде, қалған жауаптары басқа сұрақтардың жауаптары болады. Мынаны тесттің кезінде өзгертуге болады. Яғни сұрағын алып тастаймыз, мысалы, алдыңғы сұрақ сияқты. Жерге 95 жыл деп қоя саламыз да, келесі тест тапсырушы ол басқа сұрақ болып келеді. Түсінікті? Айтпақшы, жаңағыны айта кетейін, мынау апелляцияға берген кезде дұрысын белгілеп кетуіңіз керек. Әйтпесе балл қосылмайды. Бұны да білу қажет. Мен курсымдағы оқушыларға дұрыстап түсіндірген болатынмын. Келесі, 19 ғасырда шығыста батыс державаларының отаршылық, қанау мен тонау саясатының салдары еуропалықтардың аграрлық шикізат көзіне айналды деген дұрыс жауап болады. Отаршылық экспансия халықтың әл-ауқатын арттырмайды, өйткені отаршылық деген ол басып алу, метрополия деген болады. Отары бар мемлекетті айтады. Отарлар бағынатын мемлекет. Саяси бір орталыққа бағынған елдерге айналдырылды дегенде қате жауап. Оларды бөліп алды да билей бер деген саясатпен ұстаған. Шығыс елдері экономикалық дамуға қол жеткізді дегенде қате жауап болады. Келесі. 1815 жылғы Вена конгресінің шешімі бойынша Австрияға өткен француз иеліктері. Жалпы біз әрі 4 мемлекетке негізгі территориялар берілгенін білеміз, өйткені Вена конгресінде олар жетекші елдер болған. Ресей, Англия, Пруссия және Австрия. Бұларды білу қажет. Енді Австрияға берілген жерлер бұл Триест пен Тироль аймақтары. Және Иллирия, Далмация және Галиция аймақтары болады. Бұл Австрияға берілген жерлер. Ал мынау В дистракторында тұрған Сейшел мен Кап деген ол Ұлыбританияға берілген жерлер, яғни Англияға. Йон да дәл солай. Мынау комбинациялық сұрақ деп аталады. Мысалы, мына жағында Иллирия дұрыс, Австриянка. Бірақ Табауга, Йон, Сейшел деген аралдар бұлар Англияға берілген аймақтар болады. Сондықтан Вена конгресін күшті жатқа білулеріңіз қажет.
Келесі, Ресей мен Иран арасындағы Түркіменчай келісімшартының нәтижесінде болған аумақтық өзгеріс. Бұл келісімшарт 1828 жылы жасалған, 22 ақпанда Шығыс Армения Ресейге берілген және шекара Аракс өзені арқылы өткен болатын. Және Каспий теңізінде әскери флот ұстау түпкілікті шешілді. Ресей шекарасын кері шегіндірді деген қате, Иран Армения жерін қарамағына алды дегенде қате болады. Каспий маңы толығымен Ресейге өтті дегенде қате жауап болады. Аракс өзені. Дәл енді сіздерге бір сұрақ қоя кетейін. Мынау 1689 жылғы Нерчинск келісім шартына сәйкес Қытай мен Ресейдің шекарасы қай өзенмен өтті? 18 ғасырда Қытайдың оқшаулану саясатының салдары. Бұның жауабы бізде феодалдық абсолюттік тәртіпті сақтап қалуға мүмкіндік алды деген болады. Өйткені 1644 жылдан 1912 жылға дейін Цин империясы абсолюттік билікті ұстап тұрды. Айтпақшы, оқшаулану саясатын жабық саясат деп те атаймыз. Жабық саясатын 1757 жылы Цянлу деген император енгізген болатын. Бұны да ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. 19 ғасырдың соңында Ресейде қабылданған шаралар нәтижесінде орын алған өнеркәсіптік өсудің сипаты. Бұл ауыр өнеркәсіптің басым болуы деген болады. Темір жол құрылысының тежелу деген керісінше жазылып тұр. Себебі 1891 жылы үлкен жаңағы Транссібір темір жолы басталған болатын. Помещиктер мануфактурасын дамуы деген дұрыс. Феодалдық қатынастың дамуы дегеніміз бұл да қате болады. Яғни қалғандары қате, дұрысы S нұсқасы болады. Капиталистік қатынастар аралас дамыды, өйткені 1861 жылы жаңағы базбайлық жойылды ғой. Бұл феодалдық қатынастың жаңағы тежелуі, шектелуі болады. Ауыр өнеркәсіп басында, әсіресе мұнай саласы, жаңағы минералды көмір бойынша, мұнай бойынша бұлар жақсы дамыған болады. Ұмытпаймыз. Келесі 26 сұрақ, контекст. Картаны пайдаланып Римнің солтүстік Африка бағытында жорық жасаған мемлекетін анықтаңыз. Енді бұл түсінікті ғой, солтүстік Африка десе, оны біз Карфаген деп атаймыз. Өйткені Испания Пиреней түбегінде орналасқан. Галия деген қазіргі Франция территориясы, Македония Балқан түбегінің солтүстігі болады. Міне Карфаген деген солтүстік Африкадағы финикиялықтар құрған мемлекет. Олардың халқын пунилер деп атаған. Келесі, картаны пайдаланып Римнің Кіші Азияда жаулап алған қаласын анықтаңыз. Енді Кіші Азия деген мынау қазіргі Түркияның территориясы. Бұл жерде қазір Пергам, Антиохия тұр, Синопа. Бұл жерде Антиохия дұрыс жауап болады. Міне, картамен жұмыс жасайсыздар. Мен сіздерге өткен талдауда айтқан болатынмын. Кейбір сұрақтар ол белгілі бір негізде құрастырылады, әсіресе мәнмәтіннің өзінің бір жүйесі бар. Келесі, картаны пайдаланып Рим жорығына қатысты дұрыс деректі анықтаңыз. Римнің солтүстік батысында көршісі Галия дейді. Қараңыздар, мынау Рим болса, солтүстік батысы міне Галия. Значит, біріншісі дұрыс. Бір дұрыс, бізде ондай 3 жауап бар. Римнің шабуылы орталық Азияға бағытталды дейді, қате болады. Үндістанды жаулап алу өте алыс, 4 дұрыс жауап болады. Сонда 4 пен бірінші дұрыс жауап екен. Келесі, тарихи білімдеріңізді және картаны пайдаланып Рим мен Карфаген арасындағы соғыстың мерзімін анықтаңыз. Енді бұл түсінікті ғой, 246, 241, 218, 201, 149, 146 бұл Пуни соғыстары. Бұлар бізде болған уақыты біздің заманымыздан бұрынғы 3 және 2 ғасырлар болады. Тарихи білімдеріңізді және картаны пайдаланып Рим мен Карфаген арасында болған соғысқа қатысты ақпараттарды сәйкестендіріңіз. Бірінші Пуни соғысы. Ол мынау Сицилияны жаулап алған уақыты. Сонымен 1С болады. 1С. Ондай бізде 2 нұсқа бар екен. Одан кейін екінші Пуни соғысында бұлар батыс жерорта теңізін жаулап алды. 2В. 1С, 2В, 3А. Міне дұрыс жауап осы болады. Келесі сұрақ. Енді сәйкестендіру. Шаруалардың феодалға өтейтін міндеткерлігін ұғыммен сәйкестендіріңіз. Шаруаның феодал иелігінде тегін істелетін еңбегі бұл барщина болады әрине.
Ал шаруаның азық түлікпен ақшалай төлейтін салығы бұл обырық болады, иә. Енді қалған дистракторларды алып тастайық. Талия дегеніміз 18 ғасырдағы Франциядағы негізгі салық 5-тен бірі шаруа құнының, ал рента деген ол салық дегенді білдіреді. Келесі, 19 ғасырдың соңында Осман империясынан тартып алған жерлерді мемлекеттермен сәйкестендіріңіз. Так, Мысыр мен Каир. Бұл Англия болады, 1882 жыл. Және Тунис арқылы, Алжир арқылы біз білеміз, бұл Франция болады. Бұны да ұмытпауымыз қажет. Кеттік ары қарай. Енді Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияның одақтастармен жасаған келісім шарттарын қабылданған шешімдерімен сәйкестендіріңіз. Так, Трианон келісім шарты. Бұл Трансильвания Румыния меншігіне өтті деген болады. Ал оңтүстік Тироль Италияға бағындырылды деген бұл Сен-Жермен келісім шарты болады. Трианон Венгриямен жасалған, Сен-Жермен Австриямен жасалған келісім шарт. Австрия Венгрияның ыдырауын бекіткен еді, иә. Бұларды білу керек. Так, енді мына жерде сіздер комментарияда көріп отырғандар оңтүстік Добруджа Румынияға қайтарылды дегенді жаза кетіңіздер. Келесі, Испан демократиялық революциясы қарсаңында билікке келген саяси қайраткерлерді тарихи оқиғамен сәйкестендіріңіз дейді. Мигель Примадевера бұл не істеді? Әскери диктатура орнатты және кортестер таратылды деген дұрыс жауап болады. Ал Алькала Самора болатын болса, ол демократиялық конституция қабылданды және дін мемлекеттен бөлінді дейді. Бұл 1931 жылы болған оқиға болатын, иә. Жаңағы Альфонс елден қашып кеткен кезде болған жағдай. Енді Испандық фаланга партиясы биліктен кетті дейді. Ол бізде Испандық фаланга деген Хосе Антонио Примадевераны, Мигель Примадевераның баласы құрған партия болады. 1933 жылы. Бұны да білу керек. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әскери саяси одақтарға оларға тән мақсатымен сәйкестендіріңіз. НАТО 1949 жылы құрылған. Ол бізде Еуроатлантикалық елдердің қауіпсіздігін қорғау болады. Ал Варшава шарт ұйымы болса, социалистік елдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болады. Бұны да білу қажет. Енді қалғандары ол бізде қате жауаптар екен, мүлде келмейді. Келесі, елді тәуелсіздікке жеткізген Үндістанның саяси өмірінде жетекші орынға ие болған партия, бұл әрине Үнді ұлттық конгресі болады, иә. Үнді ұлттық конгресін құрған Науроджи, Гохкали, Банерджи, Ранады деген тұлғалары болған. Жаңа заман тарихында өтесіздер. Мұсылман лигасы деген ол бізде 1906 жылы құрылған, 1915 жылы оған Мұхаммед Али Джинна президент болған. Ол Пәкістанды құрды кейін. Республикалық партия ол Америка құрама штаттарында жақсы дамыды. 1854 жылы Чикагода құрылған. Ұлттық партия көп қой, енді ұлттық партиялар. Гаминдан партиясы бар, мысалы 1912 жылы құрылған. Авами лига деген бұл Бангладештің партиясы. Халықтық партия деген енді ондай да көп. Соның бірі республикалық халықтық партия, мысалы Түркияда да болған. Келесі, суретті және тарихи біліміңізді пайдаланып, Үндістанның ежелгі Мохенджо-даро қаласында жоғарғы деңгейде дамыған кәсіптерді анықтаңыз дейді. Так, бұның жауабы тек қана металл өңдеу болады. Өйткені металлды ыстық және суық күйінде өңдеген болатын. Ал мақта иіру бұл ең алғашқы Үнді өзенінің бойындағы халықтар жасаған дүниелер болады. Осы Үндістанда. Одан кейін тағы қайсы? Зергерлік бұйымдар жасауда негізі Хараппа мәдениетінде кездескен. Дұрыс жауабы металл өңдеу ғана. Келесі, 8-10 ғасырларда араб халифаты ыдырауы нәтижесінде пайда болған ірі мемлекеттер. Бұның жауабы бізде Самани 875-999 жылдар, және Фатими 909-1071 жылдар, және Бағдат 750 жылдан бастап 750-ден 1258 жылға дейін болады. Бұларды да білу қажет. Енді Қырым хандығы ол Алтын Ордадан бөлінген. Хорезм мемлекеті ол Ғазнауи мемлекетінің орнына қалыптасты.
Селжұқ мемлекеті болса 1081 жылы бейлік болып қалыптасқан, кейін 1299 жылы Османдар мемлекеті ретінде пайда болды. Негізі 11 ғасырда Кіші Азияны жаулап алған. Дұрыс жауабы Самани, Фатими, Бағдат болады. Бұдан бөлек Кордова бар, 756-1031 жылдар аралығында. Оны да білу қажет болады. Келесі, әділетті қоғамда барлық адамның теңдік пен мүлікке ортақтығын насихаттаушы коммунистік идея өкілдері. Коммунизм барлығына ортақ болу керек деп есептеген, бір ол трипл М деп жаттауға болады. Ол Мабли, Мелье және Морелли деген тұлғалар болады. Ал Томас Гоббс болатын болса, бұл бізде табиғи адам идеясын мына Джон Локтың философиясынан алған. Және Томас Гоббс ағартушылық абсолютизм теориясын негізін қалаушы. Дэнни Дидро болса 1751-1780 жылдары энциклопедия журналын шығарған. Оны кейін жалғастыруға 15 Людовик алғашқы 2 кітабын өртеп жіберген кезде екінші Екатерина жалғастыру үшін бұны Петербургқа шақырған. Және математик Жан Лерон де Аламбер бар. Ал Монтескье болатын болса, ол 1748 жылы заңдардың рухы деген еңбегінде деспотизм, республика, конституциялық монархияны бөліп көрсетіп, конституциялық монархияны идеалы ретінде айтады, деспотизмге қарсымын деп жазады. Және де орындаушы, сот билігі және мынау заң шығарушы билікті бөліп көрсетеді. Бұл Шарль Монтескьенің еңбегі. Кеттік ары қарай. Келесі, 20 ғасырдың екінші жартысында ғылыми техникалық прогрестің ғарышты игерудегі жарқын жетістіктері. Енді бұл ОБУТ-да ГТПР өте жақсы келеді. Ғылыми техникалық революция, ғылыми техникалық прогресс. Бұның жауабы адамның ғарыш кеңістігіне шығуы 1961 жылы жаңағы Юрий Гагарин, одан кейін бізде Алексей Леонов та шыққан болатын, Валентина Терешкова шықты, ғарыш кеңістігіне. Бұларды білу қажет. Ашық ғарыш кеңістігі десе, онда Леонов болады. Енді қалғандарын тағы да көрейік. Адамның айға ұшуы 1969 жыл Нил Армстронг болады, ақштан. Одан кейін алғашқы спутникті ұшыру 1957 жылы Кеңес одағы жасанды жердің серігін ұшырған болатын. Қалған жауаптарды алып тастайық. Қарсы бөлшекті ғарыш сәулелерінің табылу деген өте қате. Бұл түсінік. Бізде позитрон бар, Андерсон ашқан, одан кейін нейтрон бар, Чедвик ашқан. Релятивистік кванттық механика деген 1926-27 жылдары бұны Дирак зерттеген. Жаппай өндірістің конвейерлік әдісі деген 20 ғасырдың басында бұл ақштың өнеркәсіп орындарында, әсіресе мынау Детройттағы Генри Фордтың автомобиль көлігін шығару зауытында қолданылған екен. Бұны да білу қажет. Жақсы, сонымен бүгінгі біздің дүниежүзі тарих пәні бойынша талдауымыз өзінің мәресіне жетті. Енді балымызды көрейік. Міне 50 бал, бұйырса сіздерге нағыз ОБУТ-да 50 бал жұғысты болсын. Бұйырса менің 2 оқушым сияқты 140 бал алыңыздар. Құдай қаласа керемет жетістіктерге жетіңіздер, және мен өзімнің авторлық курсыма шақырамын, содан қалмаңыздар.